Нағыз күз мезгіліне керек сорпа жасайтын боламыз. Құрамында дәрумендерге өте бай, иммунитеттеріңізді көтеретін асқабақтан сорпа жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен асқабақты тазалап, қабығынан осылай 4 бұрышты қылып турап аламыз. Сәбіз бен пиязды да жұқалап, майдалап турап аламыз. Барлығы бір келкі бір уақытта пісу үшін жұқалап турағандарыңыз дұрыс. Енді картошканы да дәл солай тураймыз. Ортасынан 4-5-ке бөліп алатын боламыз. Енді қызып тұрған қазанымызға сұйық майды құйып, ең алдымен пиязды жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Одан кейін сәбізімізді салып, асқабақ, картошканы қосып, жақсылап 1-2 минуттай қуырып алатын боламыз. Қатты көп қуырудың қажеті жоқ, 2-3 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Қалауыңыз бойынша тұз, чеснокты да қосып жіберсеңіздер болады. Суын көкөністеріміздің үстін сәл ғана асса болды, сол жеткілікті. Енді сорпамыз қайнағаннан кейін тексеріп алатын боламыз. Картошкамыз бен асқабағымыз піскеннен кейін артық суын алып тастаймыз. Егер қаттырақ қою болсын десеңіздер, суын алып тастайсыз. Егер сұйықтау болғанын қаласаңыздар, суын алудың қажеті жоқ. Кез келген 10-20% сливкиді пайдаланамыз. Енді блендердің көмегімен жақсылап бір келкі масса болғанша езіп алатын боламыз. Осымен біздің сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте пайдалы, қазіргі күз мезгілінде нағыз ішетін сорпалардың бірі. Осы рецептімен өздеріңіздің жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір. Ас болсын.